Еліміз егемендік алғанда жаңа тарихи кезең басталды. Мемлекеттік аппаратта кадр жетіспеушілігі туындап, нарық экономикасына бейімделген жаңа формация басшыларын даярлауға ден қойылды. Мемлекеттік қызметшілердің қара шаңырағы қалай құрылды? Алғашқы басшылар қандай қиындықты өткерді? Тарихқа көз жүгіртейік. 1994 жылы Орталық Азия туры кезінде Франция мен Қазақстан президенттері арасында кездесу өтті. Оның барысында Нұрсұлтан Назарбаев Франция президенті Франсуа Миттеранға ел ішіндегі өзекті проблемаларды, оның ішінде жас республиканың мемлекеттік аппаратының қалыптасуына кәсіби мамандар жетіспейтінін айтты. Франция президенті мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыратын мектеп ашуға ұйымдастырушылық әдістемелік көмек көрсетуге келісті. Осылайша Қазақстан Республикасының президенті мен министрлер кабинеті аппаратының өкілдері Франция әкімшілік ұлттық мектебінің жұмысын зерттеуге іс-сапармен барды. Нәтижесінде француздардың үлгісінде елімізде арнайы мектеп құру және мемлекеттік қызмет туралы заң шығару жайында ұсыныс дайындалды. Осылайша Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқарудың ұлттық жоғары мектебін құру туралы қаулы қабылданды. 1994 жылы мектептің алғашқы директоры болып президенттің баспасөз хатшысы Нұрлан Дәненов тағайындалды. Келесі жылы Нұрлан Жұмағалиұлы сыртқы істер министрі қызметіне ауысуына байланысты мектеп директоры қызметіне Қайыржан Шайхолы кірісті. 1995 жылы ұлттық жоғары мемлекеттік басқару мектебіне түсудің ережесін дайындап, алғашқы білім алушыларды қабылдады. Тыңдаушыларға министрліктер мен әкімдіктердің бірінші басшылары, қызметкерлері дәріс оқыды. Ұлттық жоғары мемлекеттік басқару мектебінің сол кездегі тең директоры Кристиан Висантидің көмегімен оқу бағдарламасы дайындалды. Францияда қазақстандық тыңдаушылар үшін тағылымдамалар ұйымдастырылды. Французская сторона определила содиректора. Кристиан Висанти был содиректор. Ну и вот он, в принципе, вот это все методические моменты, все он там определял, согласовывали там и так далее. И вот таким образом с помощью Кристиана Висанти была создана вот эта программа обучения. Хотелось бы, чтобы были уже кадры новой формации, уже адаптированные к рыночной экономике, к независимости и так далее. Я выбрал такую методику. Вот руководители программ, они штатные работники по направлениям, а преподаватели, они не штатные. И в основном это преподаватели не в таком прямом смысле слова преподаватель, а он работник министерства, акимата. 1998 жылы президент жанындағы ұлттық жоғары мемлекеттік басқару мектебі мен үкімет жанындағы мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру институты біріктірілді. Осылайша президент жанындағы мемлекеттік қызмет академиясы құрылды. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің академияның құрылуына себепкер болған бірден-бір жан, белгілі мемлекет қайраткері, академияның құрметті профессоры Әлихан Мұхамедияұлы Бәйменов. Мен 96 жылы президент әкімшілігінің орынбасары болып тағайындалған сәттен бастап президенттің тапсырмасымен мемлекеттік басқарудың халықаралық тәжірибесін зерделей бастады. Содан 97 жылы Қазақстан 2030 даму стратегиясы шыққанда алғаш рет кәсіби мемлекеттік қызмет қажеттілігі және олар ұзақ мерзімді мемлекеттің мүддесіне жұмыс жасау қажеттілігі айтыла бастады. Осының жүзеге асыру тетігі ретінде біз агенттік құру қажеттігін президентке түсіндірдік. Және агенттік құрылса ғылыми және кадр дайындауда қолдау болу үшін арнайы академия қажет екенін түсіндірдік.
Мен әкімшілік жетекшісі болып тағайындалғаннан соң алдағы ең бірінші кезектегі сұрақтардың бірі ретінде осыны ұсыныс қылып енгізіп, президент бұны бірденнен қолдады. Академияның жетістіктері мен оның орнын жалпы Қазақстанда мемлекеттік басқарудың дамуынан бөлек қарауға болмайды. Біз тәуелсіздігімізді қайтарып, мемлекеттігімізге қайта ие болған сәттен бастап, осы заманның сынақтарына төтеп бере алатын мемлекеттік аппарат және жаңа заманның білімін, технологиясын өзінің отанға деген сүйіспеншілігімен ұштастырып, ұлтқа адал қызмет жасайтын мемлекеттік қызметшілер буынын қалыптастыруымыз қажет болды. Академияның басты миссиясы да осы. 1998 жылы жаңадан құрылған академияның ректоры болып Аманқұл Серікбаев тағайындалды. Ол кезең академияның Алматыдан Астанаға көшірілуімен тарихта қалды. Академияда мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыратын, оларға білім беретін адамдардың бәрі Астанаға көшкеннен кейін болса да менің жағдайым тағы да қиындалды. Өйткені Астанадан шақырып дәріс бергізу ол оңайға түскен жоқ. Қаржының тапшылық кезі, даже келісім беріп, келемін ау деген күннің өзінде де келе алмай қалатын жағдайлар болды. Оның бәрі болса да үлкен қиыншылықтар тудырды. Оқу процесін жақсы ұйымдастыруда мысалы. Өйткені оқу кестесі бұзылады. Сондықтан 98-99 жылғы оқу жылы біткеннен кейін ойыма мынандай бір ой келді. Осы Алматыда тұрып мемлекеттік қызметшілерді дайындағаным дұрыс па, ұтымды ма? Жоқ, Астанаға көшіп барып, дәріс бере алатын адамдармен жаңағы сөйде шүйіркелесіп отырып, оқуымды жалғастырғаным жақсы ма? Жоқ. Қалай болады деп мен отырдым да президентке хат жаздым. Қайсысы дұрыс болады? Менің өзім ойымша, Астанаға көшіп барғаным дұрыс болатын шығар, қолдауыңызды өтінемін деп. Құдайға шүкір, ол кісі мені қолдады. Қасым-Жомарт Кемелұлы ол кезде премьер-министр болып отыратын, сол кісіге звондап, ғимарат табу керек деген екен, барғам. Сол бір 5 минуттың ішінде кіріп, ол кісіге үлкен рахмет, осы күнге дейін есімнен шықпайды. Ол кісі тұрды да бір 2-3 минуттың ішінде менің көзімше антимонопольный комитет деген болатын, соның төрағасы Тілеубердин Алтай. Соған звондады, сен мына көшетін зданияңды ештеңесін алмай, егер болатын болса қалдырып біразын жаңа заттарды, соған мына академияға, мемлекеттік қызмет академиясына тастап кетті. Сөйтіп 3 қаңтарда 2000 жылы осында академияның жартысын көшіріп алып келдік. Ол оңай болған жоқ. 5 адам меніменен келетін болды. 5 адам болып көшіп келдік. 16 доктор наук, 15 кандидат наукты. Сөйтіп үлкен академияның коллективін біз жинап алдық. Енді баяғы 2 жылдық оқуымыз бар. Оны не істейміз? Соның негізінде магистратура құрайық деп, магистратурасын құрдық. 2 жылдық. Содан кейін жаңа біліктілігін арттыратын курстар 3-ақ күндік болатын. Сонда ол 3 күн деген ештеңе болмайды. Бір жұмалық жасайық деп. Аманқұл Серікбайұлы мемлекеттік қызмет академиясының алғашқы және соңғы ректоры. Олай дейтініміз 2005 жылы академия тарихында үлкен өзгеріс болды. Бұл жылы Аманқұл Серікбайұлының ұсынысымен Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы құрылды. Ұсыныс хатта елдегі мемлекеттік қызметшілерді оқытатын 3 мекемені біріктіру керектігі жазылған. Нәтижесінде мемлекеттік қызмет академиясы Қазақстан Республикасының жоғарғы соты жанындағы сот төрелігі академиясы және Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің дипломатиялық академиясы бірікті. Ол кезеңде дипломатиялық академияның ректоры мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбекұлы еді. Ал сот төрелігі академиясының алғашқы ректоры жоғарғы соттың бірінші орынбасары Тамас Айтмұхамбетов болған. Интеграциядан соң ректор болып Жақсыбек Құлыкеев тағайындалды. Академия қазіргі ғимаратына сол кезде көшті. Ректорлық қызметке мен 2005 жылы мамыр айында сайландым. Мен сол академияға келгендегі өзімнің көңіліме толатындай болған бірнеше жағдай. Осы мәселелер біріншіден 3 академияның басын біріктіріп,
қазіргі осы Астананың көрікті зданияларының бұрынғы парламент отырған ғимаратты алуға қол жеткізгенім. Екінші, жаңағы осы академияның тарихында меніңше тұңғыш рет осы академияда оқыған балалардың ішіндегі білімі жетік, тілді еркін меңгерген азаматтарға 2 диплом алуға қол жеткізгеніміз сол мен істеген кездегі бір елеулі өзгерістердің, жетістіктердің бірі деп мен өзім ойлаймын. Жазда сол 2 айдан астам мерзімге біздің мемлекеттің қолдауыменен, қаржыландыруыменен біздің оқушыларымыз Қазақстанның тарихында бірінші рет сол Уэльстердің университетіне жазғы сессияға сол Уэльстердің университетінде болды. Сол балалар оқуын бітіріп жатқан уақытта сол жерден арнайы тест тапсырып, сол жаңағы 50 шақты балалардың ішінде 20 шақтысы, 20-дан астам бала сол жаңағы тестті өте жақсы тапсырып шықты. Сол Уэльстердің университеті, егер сол балалар жылдың соңына қарай тағы да 2 айға келіп сол жақта диплом жұмыстарын жазатын болса, онда соларға Уэльстердің университетінің де диплом беруге дайын екендіктерін жеткізді. Сондықтан бұл біздер үшін өте үлкен сол кездегі бір жетістік болды. 2006-2008 жылдары академия ректоры қызметін техника ғылымдарының докторы Әшімжан Сүлейменұлы Ахметов атқарды. Ол академияның материалдық техникалық базасын нығайтып, шетелдік университеттермен байланысын кеңейте отыра, инновациялық даму жолына көшуіне жағдай жасады. Әшімжан Сүлейменұлы басқарғанда академияда өткен конференцияға президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебін құру туралы тапсырма берді. Екі мың 2009 жылдары ректор қызметін академия түлегі Бақыт Қамалбек қызы Есекин атқарды. Жаңадан құрылған мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебінің алғашқы директоры болып, Саясат Нұрбек тағайындалды. Периода, когда я уже была назначена ректором Академии госуправления указом президента, это случилось в конце августа 2008 года, мы это направление мы практически реализовали. То есть двухгодичка перешла на годичное обучение в системе госуправления. Такой же формат был предложен для дипломатов. Но затем, значит, конечно, госслужащие, для них тоже было очень важно период стажировки, чтобы он был, значит, все-таки 3 месяца за рубежом. Это тоже был очень интересный такой момент. Мы пошли плавно такой по пути реформ, то есть оставили годичное и двухгодичное обучение. И в тот период я помню, что многие послы, в том числе посол Австрии, посол Франции, и потом мы, значит, завязали с Сингапуром. Это, кстати, тоже была одна из инициатив администрации президента. Мы поменяли формат нашего журнала «Госпуправление Госслужба». Мы открываем новое учебное заведение в рамках Академии госуправления, школу госполитики. Очень четко, поэтапно, с глубоким эшелонированием выстраивается государственная кадровая политика в Сингапуре. Нам, соответственно, руководитель администрации тогда Кайрат Неманович Келеметов поручил: давайте-ка возьмите сингапурский опыт и напишите новую концепцию вообще развития государственной кадровой политики для государственной службы нашей, для системы госуправления. Я был заведующий сектором кадровой политики, мы поехали в Сингапур. Первый контакт у нас был как раз с школой госполитики имени Ли Куан Ю. Кишор Махбубани тогда был деканом, он был личным помощником и секретарем Ли Куан Ю самого, очень такой тоже известный, легендарный руководитель в Сингапуре. Первая вот большая команда, мы с ними познакомились, зафиксировались. Singapore Corporation Enterprise называется SCE, это была специальная такая государственная компания, которая делилась опытом Сингапура. Мы с ними отдельно проработали взаимодействие и начали, соответственно, этот опыт перекладывать на Казахстан. И вот тогда не появилось, а ядром этого нового видения было создание отдельной школы государственной политики, public policy. Отправили меня проректором тогда после администрации президента Академии госуправления. Я как раз таки начал формировать основу для создания Национальной школы государственной политики. В 2009 году указом президента была создана эта школа, я был назначен первым директором этой школы. Набор был неплохой первый.
пришли акимы городов, зампредседателей комитетов, акимы районов. То есть такой вот средний, выше среднего состав сильных, опытных уже госслужащих. Мы начали по-новому совершенно формировать программу. Первое, что мы сделали, первый месяц, и мы себе сэкономили время, выкроили для написания уже программы, мы всех отправили на интенсивный курс английского языка. То есть это прямо было 8 часов в день, без выходных, целый месяц, с полным погружением. Сингапурда басталған бір айлық оқыту ақш-та Дюк университетінде, Стэнфорд мемлекеттік саясат мектебінде, Голландияда, Амстердамда, Гаагада жалғасқан. Бір жылдық магистратураға түскен мемлекеттік қызметшілер әлемдік тәжірибені жинақтап келген соң, орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда іс тәжірибеден өтті. Академия тек мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін артырып қана қоймай, қызметкерлердің профессорлық оқытушылық құрамының кәсіби өсуіне де ден қойған. Ғылыми кадрларды даярлау мақсатында докторантура бағдарламалары да 2009 жылы ашылған. 2009-2012 жылдары ректор қызметін Арын Орсариев атқарды. Мы фактически одними из первых в стране прошли международную предметную аккредитацию. То есть вот все основные наши образовательные программы мы провели через международную аккредитацию. Люди, развивая себя, развивали академию. Вот это очень понравилось в том числе экспертам Европейской комиссии, и они нам грант предоставили, очень немаленький, это потом называлось на развитие государственного управления страны, модернизацию. Это позволило, психологический климат очень сильно среди педагогов улучшить, и это позволило обеспечить рост компетенций. Мы получили программу Global Trilingual. Вот когда мы смогли обеспечить международную аккредитацию, мы смогли обеспечить такую яркую программу, мы подались на рейтинг, на международный рейтинг и на национальный рейтинг. Международный рейтинг, самые первые наши показатели, нас первый год 13-ми, второй год 12-ми были позиционированы. Арын Амангелдіұлының айтуынша, академия Ханс Зайделғормен 2009 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілерді оқыту және біліктілігін арттыру аясында ынтымақтастық орнатты. Қордың қолдауымен Орталық Азия елдерінің мемлекеттік қызметшілері академияда білім алуға мүмкіндік алды. Екі жақты ынтымақтастық нәтижесінде бүгінгі күні табысты жобалар жүзеге асырылып келеді. Ал 2012-2016 жылдар аралығында академияны Болатбек Серікбайұлы Абдрасилов басқарды. 2012 жылы мамырда Австрия аккредитациялық агенттігі академия бағдарламаларын мойындады. Академия мемлекеттік қызметті басқару бойынша ғылыми зерттеулер мен мемлекеттік басқаруды жетілдірудің саясатымен әлемде беделді Америкалық ассоциацияның, яғни АСП-ның мүшесі болып сайланды. 2015 жылы академия экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы басқару мектептерінің жаһандық желісіне ресми түрде мүше болып қабылданды. Болатбек Серікбайұлы сол жылдары мемлекеттік қызметте жобалық басқаруды енгізуді бастады. 2016 жылы ректорлық қызметке Фатима Жақыпова тағайындалғанда академияның жаңа даму кезеңі басталды. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында цифрлы академия жобасы қолға алынды. Академияда Абай Құнанбайұлының голограммасы орнатылды. На тот момент одним из основных направлений, конечно, это было формирование профессионального государственного аппарата, переход от профессионального к стратегическому госаппарату. Соответственно, образовательные программы были переориентированы на те дисциплины и те компетенции, которые необходимы были государственным служащим. Мы подписали меморандум с Civil Service College Сингапура. Очень серьезно мы с коллективом поработали над редизайном образовательных программ. Цифровая трансформация общества даже в тот момент, это был 2016 год, уже полным темпом шла в нашей стране. И мы должны были не просто соответствовать, мы должны были опережать. Со своими коллегами подумали, что нужна такая прям
цифровая академия, iAcademy, академия, если так можно сказать, будущего. И здесь, конечно, следует отметить прям очень такую большую роль Агентства по делам госслужбы по противодействию коррупции. Мы провели очень большую работу по поиску прям ультрасовременных технологий на тот момент. Это не просто было приобретение каких-то, скажем, технологий, это была цифровая трансформация. Я очень рада, что 30-летие Академии, Академия встречает вот именно в таком достаточно прогрессивном состоянии, что для Академии очень важно, что она должна и дальше поступательно развиваться. 2019 жылдың сәуір айында Академия ректоры болып Альтаир Ахметов тағайындалды. И мы практически полгода занимались новыми правилами приема в Академию, на магистратуру и докторантуру. Мы полностью пересмотрели этот процесс, полностью его автоматизировали и сделали таким образом, что и руководство Академии никак не могло повлиять на решение комиссии. При этом сам процесс приема в Академию был также максимально клиентоориентирован, организован. Мы сократили перечень документов до 5 документов, которые можно было прислать по почте. Мы внедрили, тогда очень было популярно, ну и оно и сейчас, трехязычный подход к обучению. Академия очень сильно уделяла внимание научной составляющей. Поэтому в этот год было проведено несколько крупных научных конференций, международных конференций с участием международных коллег, представителей Академии при президенте из других стран. Мы очень серьезное внимание уделили именно публикации статей магистрантов, докторантов из других стран, в том числе и наших, естественно. То есть это был такой очень мощный толчок для того, чтобы обеспечить приток новой мысли, новой научной мысли в вопросы госуправления и развития госслужбы. Президенттік жастар кадр резервінің мүшелері қара шаңырақта біліктілігін арттырып жүр. Мемлекеттік қызметшілердің коммуникативтік дағдыларын арттыру мақсатында Академияда медиа студия ашылды. Бақ өкілдері мен коммуникация мамандары студияда практикалық сабақтар жүргізеді. Сондай-ақ профессорлық оқытушылық құрам мен тренерлер қашықтан оқыту форматында дәрістерін жазуға арналған заманауи Джалинга интерактивті тақтасы да медиа студияда орнатылды. Қазіргі уақытта Академияда ғалымдармен қатар парламент депутаттары, мемлекеттік органдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, қоғам қайраткерлері мен сарапшылар дәріс оқиды. Магистранттар мен докторанттардың дипломдық жобаларының қорғауы мемлекеттік органдарда, парламентте көшпелі форматта өтеді. Қазір Академияның оқу үрдісі білім алушының құзыреттілігін бағалай отырып жүргізіледі. Ассессмент әдісімен әр білім алушының құзыреттілігі анықталады. Әрқайсысының жеке оқу жоспары бар. Мақсат білім берумен қатар мемлекеттік қызметшінің құзыреттілігін арттыру. Арнайы құрылған iAcademium LMS оқу менеджмент жүйесінде білім алушының прогрессінде қадағалауға болады. Академия 2021 жылы оқу үдерісін жетілдіру және оны цифрландыру мақсатында LMS iAcademium жеке ақпараттық жүйесін дайындап іске қосты. LMS iAcademiumда білім алушыға қажет ақпарат тіркелген, оқу прогрессі де қадағаланады. Сонымен қатар 2019 жылы бастау алған Admission APA онлайн қабылдау жүйесі жалғасын тапты. Құжат қабылдау нәтижесі де бірден LMS жүйесіне экспортталады. Сондай-ақ түлектерге мониторинг те осы ақпараттық жүйеде жасалады. Академияның жұмысы үш үлкен блоктан тұрады деп айтуға болады. Біріншісі бұл білім беру, екіншісі қолданбалы зерттеу жүргізу, үшіншісі мемлекеттік органдарды сүйемелдеу. Шетелдік тағылымдамаларды ұйымдастыру үшін, постдипломды бағдарламаларды іске қосу үшін міндетті түрде біздің бағдарламаларымыз халықаралық аккредиттеу агенттіктермен расталу керек.
Соны негізге алып, біз Еуропа одағының мемлекеттік басқару агенттігінен 4 бағдарламаларымызды арнайы аккредитациядан өттік. Және осы негізінде қазіргі кезде біз 3 серіктестерімізбен қос дипломды бағдарламаларымыз бар. Және бұл келешекте өседі деп күтілуде. Қазіргі кезде бұл бағалау әдісі тек қана таланттарды іріктеу кезінде ғана емес, сонымен қатар саяси мемлекеттік қызметшілерге де қолданылды. 2019 жылы талапты жастарға бірегей мүмкіндік берген президенттік жастар кадр резерві жобасы басталғанда академия үміткерлердің құзыреттіліктерін анықтауға атсалысты. Біздің қызметкерлеріміз арнайы оқытудан өтіп халықаралық асессор атанды. 3 іріктеу кезеңінде де біздің қызметкерлеріміз бұл жұмысқа тартылды. 2024 жылы өткен өңірлік кадр резервін жасақтауда академия толығымен осы құзыреттіліктерді бағалауды ұйымдастырды. Академия әкімшілік мемлекеттік қызметшілерден бөлек саяси мемлекеттік қызметшілердің, мәслихат депутаттарының, сайлау комиссиялары мүшелерінің де біліктілігін арттырады. 2020 жылы бірінші рет саяси мемлекеттік қызметшіге арналған жаңа формациядағы басшы арнайы курсы ұсынылды. Бұл курсты біз Назарбаев университетімен бірлесіп жасаймыз. Оған қоса біз А корпусындағы мемлекеттік қызметшілерге арнайы қайта даярлау курсын ұсынамыз. Бұл курстар көбінесе көшбасшылықтың, коммуникацияларды жүргізу, басқарушы шешім шығарудағы әдіс пен құралдарды қолдану бойынша жүргізіледі. 2021 жылы IPMA дүниежүзілік конкурсында академия ұйымдастырған Қазпма ұлттық байқауы жеңімпаз атанып, алтын жүлдеге ие болды. Бұл халықаралық сараптамалық қоғамдастықтың жобалық менеджментті енгізудегі қазақстандық тәжірибені мойындағанын көрсетеді. 2023 жылы академия ұлттық стандарттарға сәйкес адами ресурстарды және жобаны басқару бойынша персоналдың сәйкестігін растайтын жалғыз тіркелген орган болды. 2022 жылы мемлекеттік органда жобалық офистер ашылды. Және олда жұмыс жасайтын мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру керек болды. Және оларды сертификаттау қажеттілігі туындады. Осы жұмысты жасау үшін біз арнайы сертификаттау құқығын алдық. Қазіргі кезде мемлекеттік органдардағы қызметшілерді оқыту сертификаттаумен айналысып келе жатырмыз. Академия мемлекеттік қызметшілерді даярлаумен және олардың біліктілігін арттырумен шектелмей, мемлекеттік органдарға ғылыми талдамалық жұмыс ұсынатын жоғары оқу орнына айналды. Квазимемлекеттік және жеке сектор ұйымдарының комплайенс қызметтері үшін әдістемелік ұсыным әзірледі. 20-дан астам ұйымға ISO 37001 халықаралық стандарты бойынша аудитті енгізу және өту бойынша әдістемелік қолдау көрсетті. Мемлекет басшысының мемлекеттік аппаратты одан әрі кәсібилендіруді қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасы аясында академия адам ресурстарын басқару саласындағы, аккредиттеу саласындағы қызмет аясын кеңейтті. 2024 жылы академияның 9 қызметкері тренер кеңесші деңгейіне сертификаттау емтиханынан сәтті өтті. Болашақ бағдарламасы бойынша академияның қызметкерлері ақш-та және Еуропа елдерінде тағылымдамадан өтті. Академия құрамында арнайы қолданбалы зерттеу институты ашылды. Бұл институттың басты мақсаты агенттіктің және басқа мемлекеттік органның тапсырмасы бойынша ғылыми ізденістер жүргізу. Мысалы, қазіргі кезде мемлекеттік қызмет істері агенттігі тарапынан 13 тақырып бойынша жұмыс жасаудамыз. Осы жұмыстардың тақырыбы аясында біз арнайы конкурстарға қатысып, ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан грант ұтып алдық. Академия 2021 жылдан бері мемлекеттік тілді дамытуға да баса назар аударады. Әр мемлекеттік қызметші қазақ тілін білу керек деген ұстаным қалыптасты. Оқуға түсушілердің тілді меңгеру деңгейін көрсететін тестілеуден өтетін болды. Осыны алға тарта отырып, біз 2021 жылы қабылдау ережесіне мемлекеттік тілді білу деңгейін растайтын сертификатты талап еттік. Сол кезде біз қазақ ресми тест арнайы тестілеу жүйесін жасақтадық. Қазіргі кезде сол жүйемен 80 мыңға жуық адам қолданып, президенттік жастар кадр резерві болашақ стипендиясына үміткерлер қолданып келе жатыр.
Академия қызметінің аясын кеңейту мақсатында құрылымдық өзгеріс орын алды. 2017 жылдан бастап өңірлерде филиал ашылды. Жаңадан құрылған облыстарда да академия филиалы жұмысын бастады. 19 филиал мемлекеттік органдардың тапсырысымен өзекті тақырыптар бойынша оқыту курсын ұйымдастырып отыр. Келешекте сарапшылар жиналып өңір мәселесін шешетін орталыққа айналады деп жоспарланған. 2021 жылы орталық сайлау комиссиясымен бірлесе жұмыс істейтін электоралды оқыту орталығы ашылды. Ал 2024 жылы академияда HR институт құрылды. Осы жылдың басында академия құрамында агенттіктің тапсырмасы бойынша адами ресурстарды басқару институты құрылды. Бұл институттың басты мақсаты e-қызмет ақпараттық жүйесін сүйемелдеу, таланттарды басқару бойынша шешімдерді ұсыну, адами ресурстардың аналитикасын жасау, құзыреттіліктерді бағалауды жүзеге асыру және тестілеу жүйесін жолға қою. Академия 30 жылда магистратура және докторантура бойынша 3000-нан аса мемлекеттік қызметшіні даярлады. Жылына 25 мыңнан аса мемлекеттік қызметшінің кәсіби құзыреттіліктерін арттырады. 2023 жылы академия мен мемлекеттік басқару, мемлекеттік және жергілікті басқару және адами ресурстарды басқару бағыттары бойынша маман даярлайтын 30-дан астам қазақстандық жоғары оқу орындары арасында ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Академия жыл басынан бері 30 жылдық мерейтой аясында халықаралық ғылыми конференциялар, спорттық, әлеуметтік жобаларды жүзеге асырды. Яғни, мемлекеттік қызметшілер білім алумен қатар қоғамдық мәдени шараларға да белсене қатысты. Жұма сайын даму күніне белгілі тұлғалар, мемлекет және қоғам қайраткерлері, академияның экс-ректорлары дәріс оқуға шақырылды. Елімізде алғаш рет мемлекеттік қызметшілер арасында салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында елге қызмет ран спорт шарасы ұйымдастырылды. Академия алда да еліміздің мемлекеттік аппаратын кәсібилендіру жолында тың жобаларды жүзеге асыра бермек. Мемлекеттік басқару академиясы дәстүрді сақтап, болашаққа ұмтылады.